Бұл құрмадан жасалынған десерт. Баршаңызға қайырлы күн, мен құрметті көрермендерім. Мен сіздермен бүгін қазіргі таңда ютубта хит болып жатқан, ауызашарға дайындауға болатын керемет құрма десертімен бөліскелі отырмын. Онда көрсетілген тек қана осы 3 зат қана: құрма, жаңғақ және кунжут. Құрма міндетті түрде осындай сырты қоңыр, іші құрғақ болуы керек. Бұдан да жұмсақ құрманы алмаңыздар, себебі ол жарамайды. Пышағымызға жабысып, ыңғайсыз болып үгітілмей қояды. Ал жаңғақ менде дайын базардан алынған осындай қуырылған тұзды жаңғақ. Кунжут, ақ кунжутты мен сковородкаға арнайы қуырып, осылай қызарғанша дайындап алдым. Құрғақ сковородкаға қуырасыздар, ешқандай май қоспай. Қуырылған кунжут керемет дәм береді, сол себептен кунжутты қуырып қолдансаңыздар дұрыс болады. Енді блендерімізға қазір құрма мен жаңғағымды салып алып, әбден майдалап ұнтақтаймын. Масса негізінде қолға жабысатындай, кішкене бірге алатындай масса болуы қажет. Қажетті заттар мөлшерінің барлығын описание бөліміне қалдырамын. Содан қарап алып жасай берсеңіздер болады. Міне менде осындай шашыраңқы құрғақ масса болып шықты. Себебі құрмамда, жаңғағымда құрғақ болғандықтан мен кішкене вареный сгущенка қостым. Ақ сгущенка қоссаңыздар да болады, қоюлау болса. Маған осындай масса қажет. Қазір мен тексеріп көремін. Егерде масса иіліп, пластилин сияқты кез келген формаға келе алатындай болса, демек ары қарай еш нәрсе қосудың қажеті жоқ. Осы күйінде қалдырамын. Дәл осы масса қажет. Мен салыстырмалы түрде резеңке қолғаппен де, жалаң қолмен де жасап көрдім. Резеңке қолғаппен жұмыс жасаған кішкене ыңғайсыздау екен, себебі масса тым сірнелі болғандықтан жабыса береді. Мен қазір өзіме қажетті формада осылай ұзынша етіп жасаймын. Қаласаңыздар дөңгелек шарик етіп, ортасына түрлі жаңғақтар қосып та жасай берсеңіздер болады. Және де бұны бокс ретінде жасап, қасына клубника в шоколаде, құрма в шоколаде қосып жіберіп, арнайы сатылымға шығарсаңыздар да болады. Өте керемет идея. Мен қазір ортасына шоколад құямын. Сол себептен осындай ұзынша етіп, осы формада жасап жатырмын. Менің каналыма тіркеліп, қазақша каналды қолдап, маған лайк қойып, пікір білдіре отырыңыздар, егер видео ұнап жатса. Және де оң жақта қоңыраушаны бассаңыздар, менің видеоларым алғаш болып көрінеді. Мен осындай таяқшаның көмегімен кішкене ортасына ойық форма жасап алдым. Және де осылай толық кунжутпен қаптап шықтым. Қуырылған кунжут өте керемет дәм береді. Ақ кунжут қышқылтым болады, сол себептен кунжутты үнемі қуырып қолданыңыздар. Міне, осындай әдемі болып шықты. Ақ шоколад және қоңыр шоколад дүкендегі қарапайым шоколадтар. Шоколадты бұл жерде темперировать етудің қажеті жоқ. Клубника мен құрма в шоколаде жасаған кезде міндетті түрде шоколадты темперирование процесінен өткізесіздер. Оны кейінгі видеоларымда көрсете жатармын. Мұны мен кішкене бір 10-15 минуттай қойып алдым тоңазытқышқа. Бокс массиятындай етіп, осылай шағын
төртбұрышты етіп кесіп шықтым дағыны. Жай ғана осындай қағазға салып жатырмын. Қажетінше гүлмен осылай сәндеп шығасыздар. Қандай түрі өте керемет, әдемі. Осындай тіске басар шықты. Дәмі де жақсы болады. Тым тәтті. Әсіресе тәтті сүйетін қауымдарға өте керемет десерт. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Эксперимент жасап көріңіздер. Келесі видеода көріскенше қош сау болыңыздар.